Тамақты қанша грамдап құйасың? Желдеткіш қалдырмаған ғой. Әжетханаға кірді балалар, сонымен иіс. Ешқайда кетпейді. Пирожныйда балалардың несі ма или? Жоқ, ол бөлек сатасыздар. астында құр. Кіз қалап кеткен. Иә. Келмеген балдар есептелмей ме, есептеместен келмеген балдар. Көлінің астында ішілген. Бес оқу кабинетінде қазір қол отырған. Бұны да жөндетеміз деп неге қойып отырмыз. Біздікі 230 грамнан, мына 200 грамм какао, 50 грамм сармаймыз, 10 грамм сармаймыз, 50 грамм нанымыз, сонымен общий 60 грамм болады. Тамақты қанша грамдап құйасың? Неде 230 еді? 230 бір келді барлық. Пирожныйда балалардың несі ма или? Жоқ, ол бөлек сатасыздар. мұғалімдер кейде шайға сұрақ қалады да, сол кезде болмаса кофемен Көзге бола ма негізі? Жоқ, рұқсат жоқ қой, неге ол жақта біз қойсың? Балдар ондай нәрсені жемейді де, сұрамайды да. Мұғалімдерге ғана арналған. 396 бала жалпыда, бірінші төртінші сыныптарда 363, 5 пен 11 сыныптарда әлеуметтік осал топтағы оқушылар 4 рет кіреді балалар. Әр смена бойынша бірінші сыныптар, екінші сыныптар, үшінші сыныптар, төртінші сынып және кейін 12 неде 5 рет саход кіріп, 5-ші рет осал топтағы балдарды кіргіземіз. 5 рет сонда тамақтандырамыз балдарды. Балдар сабаққа келмеген жағдайда қалай анықтайсыздар? Балалар келмеген жағдайда біз андай неден алып қалмаймыз, өйткені азанда бұл кісілер бір күн бұрын заготовка жасап қояды ғой. Біз тек қана жоқ деп аламыз, олар бәрін қоя береді, ал жаңағы қалған тамақтар неге көмектеседі. Бірақ мынандай деп алып қалмаймыз да, 10 граммда өлшемейміз. Өйткені ол ала алмайды ғой бұл кісілер, калькуляциясын жасай алмайды. Келмеген балдар есептелмей ме, есептеместен келмеген балдар? Келмеген балдар толықтай бізде дайындаймыз ғой, бір күн бұрын мысалы ет болса етін қайнатып қою керекпіз, компот болса компот қайнатып қою керекпіз, сол сияқты біз алдын ала дайындалып не болмыз, 400 бала болмаса. Ертесі келеді, келмейтін білмейсіз? Жоқ, оны білмейміз. Ол бұяқ социологтың өзіне. Бізге қалай график нені береді, мысалы 396 балаға солай жасап береміз. Бірінші сыныптарға 84, екінші сыныптар 74, үшінші сыныпта 104, одан кейін ары қарай 96, ары қарай 36 балаға ай спун несін береміз. Қазір қандай тамақ береміз? Қазір біз чечевица сорпасы да. Меню көрсеңіздер, қазір меню бойынша. Мынау кешке дейін тұрады, не емес бізде, суточный емес. Қазір құйып, дайындап қойған тамағымыз. Дайындап қойып қоясыз. Ол жаңағы 24 сынама ол бөлек. Бүгінгі күн үшін. істейді. Сен анау светін қосылып тұрған жоқ ғой? Пайдаланып жүрген жоқ? Балдар кеп тұрып. Закон жоқ. Не ғой? Өзіне орналастырылған. Өзінің ішінде бірден. Желдеткіш қалдырмаған ғой. 2013 жыл соғылған кезде. Біз жаңадан пайдалануға берілген кезде мен мұнда тәрбие орынбасары болатынмын. Енді әжетханаға кірді балалар, сонымен иіс. Ешқайда кетпейді. Сол кезде біз анықтадық. Мынаның астында құр кіз қалап кеткен. Иә, сосын ол жылдары шыны керек. Әжетхананы жауып тастап, сыртқы әжетхана пайдаланды. Мынау талап күшейгелі бері. Амал жоқ, техникалық қызметкерлер қайта жуып шаю жұмыстарын жүргізеді. Себебі талап ішкі әжетхананың ашылуы. Ішкі әжетхананың бәрі дұрыс жұмыс жасап тұр. Енді осы күрделі жөндеуден өткенде осы вентиляциялық желдету жұмысын біз қосқыздық жұмыс талаптарына. Жөндеп берсе, толыққанды 100%. Онысы да пайдаланып жатырмыз, бірақ сол проблема шешілер еді. Осы еденнің отыруы. Біз енді жазда ремонтты бәрі жүргізуіміз керек қой. Амал жоқ, ана тесіктерін жасыру үшін сырлау жұмыстарын жүргізіп, скотч жапсырдық, бірақ отырған көлінің астында ішілген. Оның өткенде эксперттерінде басқарманың өзі келіп көрді. Құрылыс мамандары. Асты подвал емес, балаларға зиян жоқ. Подвал емес асты.
Подвал емес. бір 50 сантиметр бос кеңістік. Мына жер жөнделмей кеткен ғой, сырысты. Осы бар проблемамыз. Енді бұны да, Осы бір бөлме ма? иә, бұны да жөндетеміз деп неге қойып отырмыз. Жаңағы жөндеу жұмысының ішінде ше. Ағымдағы ғой. Ағымдағы, бұның бәрі ағымдағы ғой. Мектептің іші 18 градус болып тұрады. Бақылап тұрамыз әр жарты сағат сайын. Екі жаға 2 насос бар. Мына жақ бір жарты сағатта 10 минутта қосып тұрамыз. Өшіріп. Қайтадан мына жағы қосып тұра береді автоматически. Екі жағын бірге қосып қоямыз. Температураны қарап тұрамыз. Қатты күн суық кезде 70-ге қойып қоямыз. Орташа кезде 65-ге қойып қоямыз. Бір-бірімізге тазалап өткіземіз. Әлеуметтік шекілде бәрі бар. Газ өшпейді. Жақсы. Жұмыс жасап тұр. Ол жерде керек нәрсе болса, басшымен хабарласып сұрап тұрамыз. Мектепте қазіргі таңда 922 оқушы бір ауысымда білім алады. 39 сынып комплектісі. Мектепте 2 оқу ғимараты бар. Қазіргі таңдағы мектептің проблемасы А корпусының жөндеуді қажет етуі. Яғни су асты көздерінің есебінен, сондай-ақ кезінде құрылыстың сапасына байланысты мектептің бірінші қабатының іргетасының отыруы. Соның әсерінен 5 оқу кабинетінде қазір пол отырған, спорт залдың полы ауыстыруды қажет етеді. Сондай-ақ әжетханаға қосымша желдеткіш, яғни вентиляциялық желдету жұмыстарын жүргізу керек. Қазіргі таңда осы бағытта жұмыс жасалуда. Жалпы ұсыныс берілді ғой. Ұсыныс берілді. Жобалық сметалық құжаты облыстық білім басқармасына өткізілді. Қазіргі таңда тек қана қаржыландырумен тиісті заңнамалық рәсімдердің жүргізілуі күтілуде. Бұйыртса биылғы жазда мектеп күрделі жөндеуден өтіледі деп күтілуде.